Ассалаумағалейкум достар, қалдарыңыз қалай? Бұл видеода мен автомат коробкалы көлікті жүргізу жайлы толығырақ айтатын боламын. Осындай көріністе болады автомат коробкамыз. Бұл Chevrolet Cobalt, және осы көлікте мен сіздерді түсіндіретін боламын. Автомат коробкалы көлігімізді жүргізу механик көлігімізге қарағанда оңайырақ деп айта аламыз. Ең басты плюсы бұл көлікті әйел кісілерде оп-оңай айдап кете алады. Енді отырған адам ең басты неге назар аудару керек? Бірінші өз ыңғайласып отырып алу керек. Ыңғайласып отырғанда қалай түсінеміз? Біздер рулімізді ұстаған кезде емін-еркін рулімізді ұстауымыз керек, және рулімізді ар жаққа бер жаққа бұрған кезде толығымен қолымыз жету керек. Егер алыс отырып қалсақ, рулімізді бұрған кезде қолымыз жетпей қалуы мүмкін. Екіншісі, педалымызды өз көмінсімсеңіздер керек. Бұда екі педал болады, біреу газ, біреу тормоз. Ал осыны басқан кезде аяғымыз толық педалды соңына дейін басуға жету керек. Мынанда аяғымыз көтеріліп қалып ұшында басатын болсақ, ол біздерге ыңғайсыздық тудырады, және олай айдау дұрыс емес. Автомат коробкамызда дәл осылай екі педал болады, біреу тормоз, біреу газ. Ал оны толығымен оң аяғымызбен басамыз, кезек-кезегімен. Ал сол аяғымызды біздер істетпейміз. Сол аяғымыз механика қарағанда автоматты демалатын болады. Тек бір аяғымызбен ғана басатын боламыз. Табанымыз жерге поликке тиіп тұрған жақсы. Осылай бассақ біздерге ыңғайлы болып есептеледі. Бұл механик көлігімізге қарағандағы бірінші айырмашылығы педалында. Ал екіншісі, бұл көріп тұрғандарыңызда коробкасында болады. Көрсететін болсамыз, қазір П-да тұрыпты. П, Р, Н, Д, М. П дегеніміз паркинг, парковка. Көлігіміз қарапайым қойып тұрған кезде осы көріністе тұрады. П-да. Кейін Р, реверс, арқаға жылжыту. Р, задний жүру, түсінікірек айтсақ. Н, нейтраль. Бұл нейтраль дегеніміз механикаларда көп кездесетін, сол холостойымыз нейтралға қойсақ, егер қол торымыз тартылмаған болса, егер нейтральмен алдыға арқаға жүреді. Онда көлігіміз қандай да жағдаймен жүрмей қалған кезде нейтралға қойып, басқа көлікпен тартып кетсе де болады деген сияқты. Түсінікті болу үшін айтып отырмын. Д дегеніміз драйв. Драйв бұл қозғалу, жүру. Осы Д-ға қойып біздер қалаған жерімізге барсақ болады. Бұл алдыға жүретін. М болса, бұл механикаға. Бұл тек осы көлікте, кейін басқа көліктерде басқаша әріптермен L болып келуі мүмкін. Мен осы көлік Cobalt'пен сіздерге түсіндіріп жатқаным. Механика болды. Ал бұны қалай қозғалтамыз? Мына рычагымыздың арқасында мына басатын түймесі бар. Осыны басып арқаға жылжытсақ болады. Қазір қимылдамайды, себебі көлігіміз оталмағы өшіп тұрғаны үшін қазір бұны жылжытып болмайды. Достар, түсінікті болған болса, мен көлігімізді оталдырамын. Кілтіміз қосылған. Табломызда көріп тұрғандарыңыздай міне П әріпі тұрыпты. Бұл парковкада тұрғаны білдіреді. Ал өзгертетін болсақ, міне басқана көрсеткен түймемізді басамыз. Тормозды басамыз. Р, Н, Д, М. П-ға қайтарып апарамыз. Табломызда да қарасаңыздар. П, Р. Р дегеніміз реверс дедік, арқаға қарай жүру. Н, нейтраль, холостой. Д, драйв, алдыға жүру. М, механика. Түсінікті болған болса, қазір көлігіміз жүргізетін боламыз. Оталған кезде П-да тұрған болады, парковка. Ал бұны шығаруымыз үшін бірінші бұл түймесін басамыз, және тормозды да басамыз бірінші. Тормозды жақсылап басқаннан кейін Р-ға өтеді. Р-дан және арқаға тартамыз. Н, Д. Драйвке түсті. Драйвте тұрыпты. Табломыздан да көрсетіп тұрыпты. Қол торымызды жібереміз. Көріп тұрған таблода да көрсетіп тұрыпты. Қызыл жанып өшіп отыр. Қол торымызды жібереміз.
тормоздан аяғымызды аламыз және газды тормоздан аяғымызды алғаннан кейін өзі қозғалып бастайды. Сол үшін аз ғана газ берсек өзі қимылдайды. 11, 12. Осы драйвке қойғаннан кейін сіз қалаған жеріңізге 1 сағат па 2 сағат жетіп алғанша осы шығармай скоростан жүре бересіз. Осы д-да тұрады, қимылдамай. Өзі 6 скоростқа шейін болады бұл. 6 скоростты өзі сізге көрсетпей, өзі керек скоростын қойып, автоматически жұмыс жасайды. 50-ге келдік. Егер тоқтамақшы болсаңыз, газдан аяғыңызды аласыз, тормозды басып, оң жаққа қарай тормозды басып, тормоздап тоқтай бересіз. Әлі де д-да тұрыпты, драйвте тұрыпты. Мен қолым тигізген жоқпын. Жүрмекші болсақ, тормоздан аяғымызды алсақ, өзі көлігіміз жай қозғалып бастайды. Газды басып, және жүріп кете береміз. Ол бағдаршамдарда болсын, я басқа бір көліктерге жол беру кезінде болсын, біреуді көріп тоқтамақшы боласыз ба, бірден тормозды басып тоқтай бересіз. Қалаған жеріңізге тоқтап, қалаған жеріңізден жүрген жолыңызды жалғастырып кетсеңіз болады. Әлі де д-да тұрыпты. Ал тоқтамақшы болсақ, көліктен түспекші болсақ, қалай қыламыз, оны түсіндірейін. Және осы түймені басамыз, парковкаға апарғаннан кейін аяғымыз тормоздан аламыз. Қол тормозын тартып қойсақ та болады. Солай көлігімізді өшіріп кетсек, түсіп, үйімізге кіріп демімізді алсақ та болады. Жүргізбекші болсақ, парковкаде тұрыпты. Ал кездесетін жағдайлардың бірі, көлігіміз оталды. Кейбіреулер осы д-да келеді, д-да бірден көлігімізді өшіріп тастауы мүмкін. Ал бұл рычагымыз д-да қалып кетті. Көлігімізді қайта оталдырмақшы болсақ, д-да тұрған кезінде біздердің көлігіміз оталмайды. Себебі ол қауіпсіздік үшін солай қойылған. Оталу үшін көлігіміз парковкаде тұрған болу керек. Осыны естен шығармау керек. Себебі көпшілік көлігіміз оталмай жатыр деген сияқты түсініксіз жағдайға тура келеді. Сол үшін п-да тұру керек. Ал нейтралда тұрған кезде де көлігіміз оталады, бірақ олай қалдырмағанда сіздерге дұрыс деп айта аламын. Себебі нейтралда тұрыпты, қол тормозы тұрыпты. Қол тормозымыз тартуды естен шығарып жіберсек, әлде қол тормозымыз көлігіміз ұстамай қалса, көлігіміз өзінен өзі жылжып кетуі мүмкін. Сондай жақтары бар. Сол үшін парковкаға тұрған жан жақтама қауіпсіз және тиімді болып есептеледі. Парковкаға қоямыз, көлігімізді оталдырамыз. Р дегеніміз реверс деп айттық. Енді арқаға жүргенде де дәл солай. Р-ға қоямыз, тормозда аяғымызды аламыз және газды басып арқаға жүреміз. Керегенше арқаға жүріп болғанымыздан кейін д-ға қойып және алдыға жүруді жалғастырамыз. Парковкаде тұрыпты. Енді сіздерге парковканы көрсеттім, р-ны көрсеттім, н-ны, д-ны көрсеттім. Енді механика жайлы аз ғана түсінік бере кетсем, механика қай кездері керек біздерге автомат болса, механика біздерге биіктіктерге шыққан кездерде, соған ұқсас өзінің керек жерлері болады, скоростан шығармай жүретін жағдайларда механика қоямыз. Бұл жерде скорост күшейтетін плюс, минус түймелеріміз бар. Осы арқылы механика қояды, механикаға түсті. Механика 1 деп тұрыпты, М1. М1 дегеніміз бірінші скоростта тұрыпты. Ана плюс кнопкасын бассақ 2, 3-ке шейін көтеріледі. Өзі бұл 6 скоростқа дейін көтеріледі, себебі қимылдамай тұрғанымыз үшін бұл 3-ке шейін көтеріліп тұрыпты. Көбірек айдаған жағдайда
Біздерге қазір бірге қойып жылжимыз. Торымыздан аяғымызды алдық. Қанша бассақ та екінші скоростқа алмай жатыр. Бұл механика. Кнопкамен бассақ 2-ге алды. Көріп тұрғанда мен қашан басам, сосын 3-ге алады. Бастым, 3-ге алды. 4-ге алды. Кнопкамен басқарып жатырмын бұны. 5-ге енді алды. 6-ға алмай жатыр. Маркет қылып 6-ға алуға жылдамдығы жетпейді. Ал бұны скоростын қалай түсіреміз десеңіздер, тоқтамақшы болсаңыздар, кез келген жерде тормоздап тоқтай берсеңіздер болады. Өзі керек, міне 4-ге өзі автоматически түсіреді. Тормоздаған кезде арқаға қарай төмен скоростқа өзі түсіреді. Ал скоростты жоғарыға өзгерту керек кезде өзіңіз қолыңызбен басқаруыңыз керек. Ол механика режимі. Алтыншы скорост. Тоқтамақшы болсақ бірден тормоздап тоқтай береміз. 7-ге алып 5, 4, 3 өзі алып кеп 1-ге алып кеп қояды механикада. Механика жайлы түсінген болсаңыздар, парковкаға қоямыз. Автомат көлік жүргізу жайлы қысқаша осы. Қысқа болды деп те ойламай, мен де керек жерлерін айтып өткен шығармын. Және сіздерге не қызық, не қалып кетті айтпаған солар жайлы айттыңыздар. Мен сол жайлы және өз пікірімді білдіріп видео салатын боламын. Лайк басып дегендей қолдау білдіріп кетіңіздер достар. Сіздерге пайдалы болса мен де қуаныштымын. Сау болыңыздар.